Сәлем достар, бүгін мәнті дайындаймыз. Үй жағдайында өте дәмді әрі тез. Бізге пияз керек, фарш керек. Қарапайым, ең оңай тәсілі ғой. Ештеңе қоспаймыз артық. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Міне осылай пиязды блендермен езіп аламыз. Жақсылап. 3 пиязды. Мен мына жерде тестом қамырымды дайындағанды түсіруге ұмытып кетіппін. Фаршқа саламыз. Бәрі домашний фарш. Ішінде іш май бар. Пиязымызды блендермен езіп салып. Сосын тұз. Сұйық май кішкене құйдым. Сосын су құйдым. Жақсылап араластырамыз енді. Жақсылап араластырып, кішкене тұрады. Оған дейін біз жаймамызды жая береміз. Жақсылап араластыру керек. Тұзы жақсылап араласу үшін. Бұрыш ештеңе қоспаймын, өйткені ондайды балалар жемейді. Бұрыш чеснок қосқанды. Сондықтан тек қана пиязбен, фаршпен ғана. Картошканы да қоспадым. Міне менің тек сумен, тұзбен, маймен еленген қамыр. Жақсылап жазып аламыз. Сіздерге қандай мәнті, қандай начинкамен ұнайды? Бізге картошка салынбай, осылай таза фаршпен жасалынған ұнайды. Жаймамыз дайын. Енді дөңгелек қып кесіп. Менде осындай қызымның искусственник болды ғой. Тоймайтын, сол кезде осындай сүт беретін, нан деген. Содан қалған жаңағы несі, посудасы. Сонымен осылай дөңгелек кесіп алам. Сосын осылай түйем. Міне кеңіздер, қараңыздар. Осындай манты ұнайды маған. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Міне осылай фаршымызды салып, екі жағынан кесек-кесек алып отырамыз. Өте оңай, жылдам дайын болады. Жиырма 30 минут қайнатам. Міне кеңіздер, манты дайын, жыртылмайды, суы ағып кетпейді. Лайк басып тіркеліп